maslahat berem. Үйге келсең қатының мыжың қыла берсе, мен сендерге қатынды тәрбиелеуді үйретем. Осыған ұқсап келесің. Үйіңде болмаса, магазинде любой магазин көп қой, баласында бір арақты аласың. Болмаса коньяк аласың, жетпей баратса, жетпей қалуы анық қой. Енді напитке, сапитке деген мынаны келгенше жолда ішіп қойдым ашуменен. Келгеннен кейін өз қатының өзі тәрбиеленіп қалады ма? Арақты көргеннен кейін өзгереді ғой қатын ілесі 100%. 180 градусқа. Кейін қайтар. Вот тамырларым айтады да. Қатыннан қорықпаймын дейді. Бір нәрсе десең, қатыннан қорықпаймын дейді. Қатыннан қорықпаймын мынандай болады. Қазір көрсетемін сендерге ақтаған әлет. Мынаны бүйтер. Қиғанен кетіп отырады. Тамам. Қатыннан қорықпаймын, аяғын аспаннан келтіріп қойым, қатынын дейді да. Қатынның аяғын аспаннан келтіріп қойым, мынандай болады. Қанар. Мынаны бір пелейді ішіп алғаннан кейін қазір көрсетемін, қатынды қалай аяғын аспаннан келтіріп қойды. Шерті жібасшы. Ох. Бастан аяқ. Мынандай болады, қатынды аяғын аспаннан келтіріп қой. Деп 50 грамм ше, тамаша қылу. Ой бар, қой жерші. Басына аяқ.